Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары және қонақтары, бүгін шілденің 25 күні баршаңызды арнайы кітапханаға, әдебиет әлеміне саяхатқа шақырамыз. Біздің кітапханаға келіңіздер, оқырман болыңыздар. Ендеше кеттік. Қымбатты оқырман, мен өзімнің оқып жүрген кітаптарымды сіздерге ұсынғым келіп отыр. Әр адамның тарихы, тыныс-тіршілігі болады демекші. Сіз өз тарихыңызды танығыңыз келсе, Қазыналы оңтүстікті оқыңыз. Сонымен қатар, ұрпақ адамның жалғасы ізбасары демекші, біздің Әуесқан Нұрғожақызының ұрпақ кітабын назарларыңызға ұсынамын, оқуға кеңес беремін. Айтпақшы, бұл кітаптың бізде дыбыстандырылған диск кітабы бар. Тыңдауға да зор мүмкіндік аласыз. Кітап оқып, біздің кітапханаға келіп, көңілді жүріңіздер. Құрметті оқырман, әлемдегі қызықты оқиғаларды аламын десеңіз, Брайль кітапты оқуға және Брайль жүйесін үйренуге шақырамыз. Егер де кейіпкерлердің өмірі мен жеке басынан кешкен қызықты сәттерін білгілеріңіз келсе, біздің кітапханамызға келіп, заманауи қазақ романдарын оқыңыздар. Әттең, менің кейіпкерім ғанасың. Менің сондай бағасы жоқ қарасыл, көз тимесін дидарыңа деп сенің күйе жағып қойғандайын анашың. Құрметті Шымкент қаласының меңі бар қыздары, сіздерге Дәурен Айманбетовтің Аялдама кітабын оқуға ұсынамыз. Келіңіздер, оқыңыздар. Мен алдармын, сақалым болса талдармын. Қазақ сатирасы халық ауыз әдебиетінің бастауы болады. Алдар көсе мен қожынастар туралы хикаяларды оқу үшін бізге келіңіздер, қадірменді оқырман. Және мына менің қолымдағы өзіміздің өңірлік жазушымыз Шойбек Орынбай. Шойбек Орынбайдың түрмеге түспейтіндер атты әдеби туындысы. Тілі өте шырайлы, жеңіл, оқырманға өзін тарта түседі. Әр бөлімді оқыған сайын оқырман өзін қызықтырып, келесі бөлімде не болады екен деген ойда өзіне тарта түседі. Шетел әдебиеті әлемдік әдебиеттің маңызды бір бөлігі. Ұлттық әдебиетімізге және мәдениетімізге ықпалы орасан зор. Құрметті ата-аналар, кітапханамыздың Baby Books залында балаларыңызды өнер білімге тәрбиелейтін, еңбекке баулитын, эстетикалық тәрбие беретін өлеңдер мен әңгімелер жинақталған.